Сәлеметсіңдер ме оқушылар, 82-ші сабақ түсімділік. Егер де еңбек өнімділігі белгісіз болған жағдайда, біз негізінен жұмыстың көлемін жұмыс уақытына бөлеміз. Ал жұмыс уақыты, яғни Т белгісіз болған жағдайда, біз негізінен жұмыстың көлемін еңбек өнімділігінен бөлеткенбіз. Ал егер де жұмыстың көлемі белгісіз болған жағдайда, біз негізінен еңбек өнімділігін жұмыс уақытына көбейтеді екенбіз. Түсімділікті салыстыру үшін ең бірінші біз бұл жерде тонна мен килограмм болып екі түрлі өлшем бөлікте тұрғандықтан біз тоннаны